Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кабачоктан рулет дайындайтын боламыз. Өте дәмді шығады, өте пайдалы тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай кабачогымызды теркадан өткізіп алатын боламыз. Майда ұсақтау болса жақсы. Енді дәміне қарай тұз, қалауларыңыз бойынша қарабүріш сепсеңіздер болады. Содан соң бізге 2 немесе 3 жұмыртқа қажет болады. Толық рецепті описание бөліміне қалдырамын. Осылай барлығын толықтай араластырып аламыз. Жұмыртқа, тұзы барлығы араласуы қажет. Енді ұнымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Менде кішкене қою болып қалғасын тағы да 1 жұмыртқа салып араластырып алдым. Бізде осындай масса шығуы қажет. Енді противенге салып пісіретін боламыз. Барлығын осылай противенге құйып, барлығын тегістеп шығатын боламыз. Осылай барлығын жайып шығамыз. Өте оңай жасалынады, дәмі керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Дайын болды. Енді пешке саламыз. Осылай пісіп шықты, әдемі болып. Енді ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Бұл жерде қаймақ және де укроп. Осылай кішкене чеснок қосып, барлығын толықтай араластырып шықтым. Енді ортасына жағып шығатын боламыз. Барлығына біркелкі осылай жағып шығамыз. Енді рулетімізді осылай орайтын боламыз. Кішкене холодильникке салып қойсаңыздар, әдемі туралатын болады. Біздің рулетіміз дайын. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.